Дүниежүзүлүк Ғарышкерлер күнү куттуу болсун. Бул күндүн басты кахармандары биз үчүн эң алдымен әрине ғарыш кеңістігін бағындырған ғарышкерлер. Ғарыш саласында қол жеткізген жетістіктер адамзаттың ортақ игілігі ретінде бағаланады. Біздің елімізде осы бір жаһандық шарадан тыс қалған жоқ. Адамзат баласын тұңғыш ғарыш көгіне аттандырған космодром Байқоңырдың аты әлемге әйгілі болса, сол киелі жерден шыққан Тоқтар, Талғат, Айдын сияқты ғарышкер бауырларымыз біздің ұлттық мақтанышымыз. Ғарыш мен үшін шексіз шығармашылық шабыт әлемі. Бұл көрмеге мен өзімнің санаат бағытындағы жұмыстар сериясымен бірге ғарыш арулар атты авторлық тыйым үлгісін ұсынып отырмын. Мереке құтты болсын, әрдайым рухымыз мықты, еңсеміз биік, арманымыз асқақ болсын. Біз біліп білмейтін, бізге мәлім беймәлім космос әлемі жылмен өлшенетін шексіз ғаламат кеңістіктен тұрады. Ал суретші соған сана арт деп шығармашылығын арқау ете отырып та, оның да балама мағынасы ұсынады. Яғни біздің қиялымыз, біздің санамыз, біздің ой өрісіміз де шексіз. Біз тек қана оны мәлім шектеулі мөлшерде ғана пайдаланамыз. Ал сан, яғни цифрда бұл кең космос әлемі секілді, ғарыш әлемі секілді шексіз. Яғни санаған сайын ол да шексіздікке қарай алып кете береді. Былтырғы көрмесінде біз суретшінің жаңа тақырыпқа бой алдырғанын, жаңа тақырыпқа қалам тартқанын байқай отырып, әлі де бұрынғы шығармашылық кезеңдермен байланыс бар екенін байқайтынбыз. Яғни соны импрессионистерден, понтелистерден алған өзі әрі қарай жетілдірген қолтаңбалық мәнерін жаңа тың ғарыш әлеміне арналған тақырыптармен байланыстырса, енді кейінгі ғарыш аруы, скафандр секілді жаңа осы 2020 жылдың соңы мен 2021 жылы жазылған туындыларында суретші тіпті де жаңа мәнерді ұсынады. Біз бұрынғы жазу мәнерін көрмейміз. Яғни пастозды нүктелеп жазу мәнерінен суретші енді жаңаша тың жазу мәнеріне және түсті таза қанық ашық түрінде қолдану ерекшеліктеріне эксперимент жасап көреді. Суретші көрмеде тағы да өзінің керемет қиялынан туындаған әдемі дизайнерлік костюмдарды ұсынған болатын. Бұл костюмдерін арнайы тігіншілерге өзінің сызбалары бойынша тіктіріп, тіпті макияжына дейін, шаш үлгісіне дейін мейлінше өзі қадағалап, түстеріне дейін таңдап, сол көрменің сәнін одан бетер кіргізе түсті. Шығармашылығынан суретшінің жаңа тың ізденісті тек қана ғарыш әлемі емес, ғарыш әлемі арқылы адамзаттың жаратылысын, адамзаттың болмысын, адамзаттың жаңағы санасының, танымының шексіздігін көрсетуге, жеткізуге деген талпыныстарын байқай аламыз.